Эльвира есімі. Эльвира. Астанада қанша болды? Астанада қай неге түсіріп отырсыз? Өзіме түсіріп отыр. Астанада 13 жыл болады тұрып жатыр. 10 жылдан бастап. Қазақшаны қалай үйрендіңіз, айтыңызшы? Сол институтта оқыдым ғой, қазақ тілі мен Қазақ- әдебиеті. Филология. Не итермеледі? Жоқ, мысалы ояндыңыз да қазақша үйрену керек дедіңіз ба или? Жоқ, жалпы анам бірақ кәдімгідей қалады. Анамның былайша айтқанда арманы шығар, сол орындалды деуге болады. Қазақстанда тұрамыз ғой. Жалпы мен ойлаңызшы, сіздерден Францияға барасыз, Лондонға барасыз, егер сіз ағылшынша, французша білмесеңіз, бұл жақта қалай өмір сүресіз, сол секілді ғой. Қазақстанда да дәл солай болу керек. Қазақ тілін үйрену үшін, қазақ тілін дамыту үшін, жалпы тек қана қазақ тілімен болса, кәдімгідей қазақ тілді контент, қазақ тілді осындай жобаларды жасау үшін жастарымыздың күш қуаты мол болсын деп біз мотивация беріп қояйық. Ойбай, нешедесіз? Айтпай ақ қояйын да, қыздың жасын сұрамайды ғой. 18-десіз. 18+. 18+. Тұрмыстасыз? Жоқ, бойда. Сіз үшін идеальный күйеу қандай? Ойпырма, идеальный күйеу. Идеал ғой кәдімгі, ерлік қабілеттерімен бар жағынан танылу қажет деп. Қандай жігіттерге ғашық болып қаласыз обычно? Қазақ жігіттеріне. Бір-екі несін сипаттап беріңізші, чтобы көріп отқан жігіттер, мынау мен ғой деп. Ойпырмау, білмеймін, мен түрлеріне қарамаймын. Бастысы ішкі жан дүниелеріне қарайды. Мамандығы? Мамандығы, тағысын басқа айттым ғой, түрлеріне, мамандықтарына қарамаймын. Бастысы адамгершілігіне қарайды. Қай жақтан болғаны да маңызды емес. Маңызды емес. Бірақ өзіме қазақтар ұнайды. Қазақ жігіті болған қалаймын деп та. Басты акцент осы. Қанша жас аралығында болсын? Жас аралығы махаббат жасқа қарамайды. Мен ойлаймын, ол да міндетті емес. Бастысы адам болса болды. Мұнда енді өзіңіздің неңіз шықсын, инстаграмыңыз. Бағана қазақ жігіттер болса... Қазақ жігіттері жасасын. Қазақ жігіттері жанымызда күш қуаттарын көрсетіп, бізді мәпелеп, аялап, қолдап жүрсе, қыздар әрдайым құлпырып жайнап жүре береді.